Баршаңызға сәлем достар. Бүгін үй жағдайында біз жасағаннан әдемі болып шығатын сосиска в тесте жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Егер сізге ұнап жатса, видеоны соңына дейін көріңіз. Достар, және де менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ол үшін бізге қажет заттар: сүт, ұн, шекер, тұз, сұйық май және де дрожж. Осы ыдысымызға бірінші сүтімізді құйып аламыз. Одан соң шекер мен тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін дрожжымызды, бір қасық дрожжымызды салып, оны да жақсылап араластырып, тағы да үстіне сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымызды салып, жәймендеп қасықпен араластырамыз. Бірінші қасықпен, кейін қолмен қамыр илеп шығамыз. Міне бізде осындай қамыр болды. Оның бетін пищевой пленкамен жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде керемет болып көтерілді. Мен қолымды майлап алдым. Енді жәймендеп алып, оны дастархан үстіне жайып, оқтаумен жайып алатын болам. Осылайша қамырымызды оқтаумен әдемілеп жайып аламыз. 4-5 мм болу керек. Енді табамызды майлап, дайындап қоямыз. Осылай етіп, жұқа етіп кесіп алып, біртіндеп сосискамызды орап шығамыз. Қалай орасаңыз да өзіңізге еркіңізде. Мен осылай орадым. Бұл бір рет жасағаннан шыққан, керемет болып шықты бірақ. Осылайнан біртіндеп жеке-жеке орап шығатын боламыз. Дайын болған сосискаларымыздың бетін жұмыртқамен жағып, бетіне күнжітті себеміз. Бізде сосискаларымыз дайын. Енді оны ыстық пешке 10-15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай керемет болып, жұмсақ болып шықты. Дәмі де өте дәмді. Бір жасағаннан шығады. Ойланбастан үйден жасап көріңіздер. Сіздерге кесіп көрсетейін. Іші примерно осындай болып шығады. Өте керемет. Сіздерге ас болсын дейім келеді. Менің каналыма лайк басып тіркеліп, менің бүкіл рецепттерімнен құр қалмаңыздар. Сіздермен болған Тоғжан. Келесі кездескенше.